жапырашты бола салам маған бәрібір. Жапырашты бола салам. Жадайыр бола салайын апа. Қайсысы ұнайды сізге? Рахмет. Апа, рахмет. Қалжыңдар. Қораға кірсеңдер екі бұқа байланып тұрады. Біреусі қызыл жіппен, біреусі ақ жіппен. Қайсысы орғаш? Тез айтамын. Қызыл жіп. Қызыл жіп. Екеуі де бұқа ғой. Қай айда кездеседі? Восхищаюсь твоей красотой. Звезда ли ты? Луна ли ты? Айым екен ай. Өтірік екен ай. Батырын емес, қатынын айтып. Қабанбай. Қабанбай батыр атамыздың әйелі Гаухар екен. Бөгенбай. Қажы, шүрді. Бөгенбай адамы мен де білмеймін. Амир! Атима! Атима! Горько! Шүрді, қазына отырмын. Берет ота, батаңызды беріңіз. Аумин! Ой, екі ұқсайды екен. Шықсышы. Шашты мен жайып жүріп бейді. Ана кісі шашты дайындап қойып. Майла екен. Бұл қарындас. Болмайды бұл. Қарындасың. Bazıları спис tarpıymış kurayım. Çünkü niye var? Keliniz. Ha, şey gel. Nasıl? Rahmet. Kalmayalım diyor hocam. Vay, jengem kelim deyip opta dep turman bu sene. Жақсы. Жеңеше атыңыз кім? Алма. Қарындасым ғой мен анам. Дұрыстап шешейік. Қарындасыңыз ба, жеңгеңіз ба? Былай мен шешіп берейін. Күйеуіңіз қайда? Еліңіз қандай? Қандай? Еліңіз қандай? Қандай? Қай жылғысыз? 71. Қай жылғысыз? 73. Нағыл дейсің, жеңген ғой. Бұлау. Маманың несі? Қайсы мама қайда? Мама. Мама, қайсы мама? Мама, Талғат қай жыл тудың? Талғат қай жыл тудыңыз? 73. Болды ғой? Жеңгесі анау мен сіңілім, бірақ тантайдың келді оғынан кейін жеңгем. Жеңген екен. Апа. Жеңгесі ма? Талғат мен жырттың ғой сен. Тәкебай. Құтты болсын. Жеңген екен ғой. Шешілді міне. Көптен шешілмей жүрген нәрсе шешілді. Болды, енді мене беруге болады. Жеңеше, алма. 5000 теңгеге қарлық билеу керек қой. Қарама. Шашымды жайып билеп тастап. 5000 теңге шығып беріп жатқан жоқ. Талғат братан, сізге де солай. Ол жап идея байды ғой мен. Жатып билейтіндер бар ма? Жоқ қойшы ондай. Ондай болмайды ғой. Давай, жеңеше, кеттік, жібер, любойға. Опа, шапа, давай. Стоп. Ондай ғой, осылайдан не рұстайды ондайға. Қандай, өз айтсыншы. Қандай. Өзбекше? Доброкадушка білесің бе, доброкадушка? Оны білемейсің бе? Қызыл алма ағашы. Индийский, мана индийский болса. Бітті, индийский. Оны индийский болса біз қойып береміз, ал. Образға кіреміз. Индийский. Сол кезде бұл жібектің ақ бозаты қалай деп кісінейді екен. Ат екенсің ғой дейді. Сөйтіп тұрғанда жібек үйінен шығып, төлеге келгенше қасын жылып деп қасын сипап, прическасына қарап, маникюріне қарап, педикюріне қарап. Сөйтсе педикюр жасамақ. Содан қайтадан маникюріне қараса, бір тырнақ өсіп кетті. Шутка. Бірақ қазақта сөз бар, тырнағы ұзын қыздың мұрны таза болады дейді. Бірақ ол біздің жібекке қатысы жоқ.
жібек өзінің тырнағының жоқ екенін дәлелдеп көрсетті халыққа. Ой, молодец ya. Сол кезде Төлеген шапты. Hoppa! Шап! Айналайын жібек жан, маған тұрмысқа шығасың ба? Бұл серьезно айтып отыр. Ойланып көрейін. Дұрыс ойлап көр. Қалың малымды төлеп бересіз ба? Міне! Сұрай енді қалыман қанша екен? Менде басқа варианттар бар. Қандай вариант? Басқа вариант бар дейді. Тем более келіспеймін. Сындырсай, вариант айтпасай. Төлеймін, көнем. Төлеймін дейді. Енді бір қызық болсын. Қанша? Қанша бергім келіп тұр. Енді тұрайық саудаласып. В общем, миллион береді, нормальный ма? Өзі шешіп тастаған деймін ма? Қалай? Сындырсай, жассың ғой сен. Не дегеннен берем анамынан деп құлақтан тебе берсейді ғой. Берем. Береді екен. Енді көнесіз ба? Әдемілеп домбыра ойнап берсе көнемін. Әкел домбыраны. Қандай күй ойнасың? Аққу. Аққу. Шапалақ. Төлеген шешінді. Отыр. Мен өтіп. Айналайын Жібекжан. Жарты ақшасы төленді. Енді көнсеңді, көнбесеңді сіздің айтқаныңызды жасады. Қолынан ұстап үйге қайтайық жүндірмей. Тотыдайын таранған, сұңқардайын сыланған, сұлу жібек армеген, құлап түскен қос жылан.